Асқабақтың пайдасы қандай? Асқабақ көкөніс пе әлде жидек пе? Өте қызық. Асқабақ көкөніс қатарына жатпайды. Өйткені қауын, қарбыз және асқабақ жидек саналады екен. Ал жидектің тағамдық құнары мол екені баршаға белгілі. Сонымен, асқабақ туралы не білеміз? Таңдағанда салмағы 3-5 келіге жететін асқабақты алған жөн. Мұндай салмақ асқабақ үшін қалыпты саналады. Сонымен қатар қабығы жұқа, ал ұлпасы қалың болады. Оның үстіне ұлпаның пайдасы өте зор, әрі дәні де құнарлы. Асқабақты жиі пайдалану ішек құрттардан құтылуға көмектеседі. Ер адамдардың денсаулығы үшін дәні де өте пайдалы. Простатит секілді ауруларды емдеу үшін қолданылады. Асқабақ дәнінің тағы қандай пайдасы бар? Асқабақ ұлпасында пайдалы дәрумендер кездеседі. Мысалы, К дәрумендер тобы қанның қоюланып қалмауын реттейді. Әлем диетологтары артық салмақпен күресетін адамдарға асқабақ жеуді ұсынады. Арықтау үшін бұл жидек таптырмайтын құрал. Өйткені асқабақта зат алмасуды жылдамдататын әрі ас қорытуды жақсартатын Т дәрумені бар. Асқабақ шырыны. Асқабақтан дайындалған шырынның пайдасы өте зор. Әсіресе қан астыққа қарсы керемет ем. Өйткені шырын құрамында темірдің мөлшері көп. Сондай-ақ асқабақ ұлпасында кальций мен калий өте көп. Сол себепті көзі нашар көретін адамдарға асқабақ шырынын ұсынуға болады. Асқабақ шырыны бүйрек пен бауыр үшін ем. Бұл үшін асқабақты шикілей жеген дұрыс. Айта кету керек, асқабақ ұлпасында калий тұзы бар. Іш өтіп ауырғанда да асқабақ шырынын ішуге кеңес береді. Емшектегі сәбилер үшін асқабақтан дәмді пюре дайындауға болады. Ал қызыл түстегі заттар балалардың аллергиясын қоздырады деп ойлаудың қажеті жоқ. Бұл дұрыс емес. Бұл жидек ешқашан аллергия шақырған емес. Сондықтан емшектегі сәбилер үшін асқабақ пайдалы әрі дәмді тағам. Асқабақтан пюре жасап қана қоймай, шырынын берсеңіз де болады. Жатар алдында балмен араласқан 1 стакан асқабақ шырынын ішсеңіз, ұйқыңыз тыныш болады. Құрметті көрермен, егер видео сізге пайдалы болса, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.